Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен бөлім бойынша жиынтық бағалау. Біз сіздерменен 3-ші тоқсанда «Мен балаң жарық күнде сәуле қуған» деген бөлімнің шығармаларын өттік. Ол шығармалар Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шығамын тірі болсам адам болып», «Шәкірт ойы» өлеңдері, Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» әңгімесі, Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер Ақбозат» әңгімесі және Қалқаман Әбдіқадыровтың «Қажымұқан хикаяты». Бүгінгі бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысы «Тортай мінген Ақбозат» және Қажымұқан шығармалары бойынша болмақ. Өздеріңізге белгілі, біз екі шығарманы да өтіп талдаған болатынбыз. «Тортай мінер Ақбозат» шығармасы арқылы сіздер автор ел болашағына сеніммен қарауы, әділдік үшін күресуі идеясын жеткізген. Ал Ақбозат арман мен тазалықтың белгісі болып табылады. Шығарма оқырманды батылдыққа, намысты жоғары қоюға шақырады. Ал Қажымұқан шығармасы бойынша сіздер бұл шығарманы өту барысында қазақтың даңқты балуанының өмір жолы, жетістіктері мен адамгершілік болмысын білдіңіздер. Қажымұқан ол өз күшін жеке бас үшін емес, халқының абыройы үшін жұмсаған ұлы тұлға екендігін таныдыңыздар. Жалпы бұл шығармалар сіздерге ерлік пен табандылықтың, ұлтқа қызмет етудің маңызын түсінуге көмектесті деп ойлаймын. Бүгінгі бөлім бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау. Білім алушылар, яғни сіздер, шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтайсыздар. Негізгі мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жазасыздар. Бірінші тапсырма бойынша сіздер күнделікті сабақта өзіміз жасап жүргендей Қажымұқан шығармасының композициялық құрылымын жазасыздар. Мұндай тапсырмаларды біз сабақ барысында орындап жүрміз. Сіздер шығарманың құрылымы бойынша оның басталуын, байланысын, дамуын, шиеленісуін, шарықтау шегін, шешімін дұрыс анықтауларыңыз қажет. Екінші тапсырма. Бұл тапсырмада сіздер Тортай досына кетерде ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты: «Мен үшін де оқы, бәлкім мен міне алмаған Ақбозатқа сен мінерсің». Осы берілген сөйлем сіздерге қандай ой салды? Осыны кірістіре отырып сіздер сыни хабарлама жазуларыңыз керек. Сөз саны 100-110 сөз. Құрметті оқушылар, бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын орындау барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Сіздер құрылымына талдау барысында басталуын, дамуын, шиеленісуін, шарықтау шегін, шешімін дұрыс анықтай алғандарыңыз үшін әрқайсысына 1 балдан аласыздар. Екінші тапсырмада өз пікірлеріңізді білдіре алғандарыңызға 1 балл, әңгімеден өзіндік ой түйгендеріңізді дәлелдей алғандарыңызға 1 балл және сыни хабарламаны дұрыс жаза алғандарыңызға 1 балл беріледі. Бөлім бойынша жиынтық бағалау бойынша жалпы ұпай саны 9. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Каналға жазылуды және ұнату батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.